Күн жүйесінде екі аға биікте сұйықтық кездестіруге болады. Бірі өзіміздің планетамыз Жерде, ал екіншісі Титан. Титан Сатурн планетасының ең үлкен серігі. Титан диаметрі 5152 километрді құрайды. Бұл жер серігі айдан 50%-ға үлкенірек, бірақ 80%-дан массасына жеңіл. Титанда сұйықтықтың барын айттық. Жерде сұйықтық судан құралса, Титан сұйықтығы метаннан құралады. Титан атмосферасы негізінен азоттан және метаннан құралған. Осы себепті де Титан атмосферасы Жердікінен 2 есе тығыз. Титан планетасындағы Жерге ұқсас атмосфера бар екенін және ондағы сұйықтықты анықтаған Кассини-Гюйгенс аппараты болған. Бұл туралы алдыда айта жатамыз. Егер сіз соғыс атмосферасын сезінгіңіз келсе немесе танк командирі болғыңыз келсе, World of Tanks сізге бұны мүмкін ете алады. Сілтемедегі сайт арқылы тегін тіркеліп, жаңа оқиғалардың куәсі болыңыз. World of Tanks Қазақстанда. Сіз айдың жер планетасындағы мұхиттарды сонымен қатар желдерді болдыратынын білетін шығарсыз. 384 мың километр қашықтықтағы бұл объект жер планетасындағы дауылдардың, толқындардың және желдердің себепкері. Ал енді Титанға келейік. Бұл Титан Сатурн планетасының гравитациялық күшінің әсеріне бағынады. Титанға әсер етіп жатқан гравитация 10 есе күшті. Осының әсеріне ондағы ауыр метан сұйықтықтары аспанға көтеріліп жаңбыр болып жауады. Осындай өте күшті гравитациялық әсер ондағы жер қыртысы егер бөлшектенген немесе мантиядағы вулкандар активті түрде әсер ететін болғанда, Аватар фильмдегідей эффект орын алар еді. Аватар фильмнің режиссері Джеймс Кэмерон бірақ бір нәрсені ұмытты. Спутник орбитасы тура домалақ болмайды, сондықтан ол бағынатын планетадан алыстап кеткен кездерде ол төменге түсіп қайта көтерілуі тиіс. Кассини Сатурн және олардың серіктерін зерттеуге жіберілген болатын. Осы Кассинидің Гюйгенс деген аппараты дәл осы Титанға жіберілген болатын. Негізінен алғанда Титанды ең бірінші зерттеген ғалым Гюйгенс болатын. Сол себепті мүмкін Титанға жіберілген аппаратта Гюйгенс деп аталған шығар. Гюйгенстің Титан атмосферасында парашютпен түскен уақыты 2 сағат 27 минут 50 секунд алды. 16 км сағат жылдамдықпен Титан қыртысына түскен Гюйгенс жердегіден қарағанда 15 есе көп болатын ауа кедергісіне тап болды. Бірнеше сенсор істен шықса да, шамалы уақыттан соң қайта қалпына келді. Оған қоса Гюйгенстің қонған жері байланыс таратуға мүмкіндік туғызбайтын жер еді. Сондықтан да көптеген ақпарат кешігіп жетті. Ең бірінші ақпараттар мен суреттер келген кезде жердегі ғалымдар қатты таңғалған болатын. Себебі мұндағы пейзаж жердікіне қатты ұқсайтын еді. Сары топырақ, өзендер мен көлдер. Гюйгенстен келген 300 мегабайттық ақпараттың ішінде 350 сурет болды. Негізі 700-ден астам сурет жіберу керек болған, бірақ байланыс нашарлығынан көбісі жетпей қалды. Солай дегенмен Гюйгенс микрофоны ондағы желдің дауысын жазып алған болатын. Шамамен 7 метр секундпен соғып тұрған желдің дауысын тыңдап көріңіз. Сонымен видео сізге көп ақпар берді деп ойлаймын. Егер ұнаса әрине лайк басып, осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар.